Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Инка Максовна құймақтарды пісіріп және олардың дастарханға беру әдісін көрсетемін. Каналға тіркеліп, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Керекті өнімдердің мөлшері видеоның астында толық жазылған. Бізге керек өнімдер: жұмыртқа, 1 стакан сүт, 1 стакан жылы су, қант, өсімдік майы, тұз және ұн. Барлығын араластырамыз. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып ыдысымызға саламыз. Енді осыған 2 ас қасық өсімдік майы құямыз. 2 ас қасық қант саламыз. Қантты көп қосып жүрсеңіз, сіздің блинчикіңіздің шешеті күйіп кетеді. Одан кейін шым-шым тұз, 2 шым-шым тұз саламыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаны жақсылап араластырып алдық. Жұмыртқа жақсы езілу керек ішінде. Одан кейін сүтімізді құямыз және суды құямыз. Тағы да кішкене араластырамыз да. Ұнымызды шетінен қасықтап салуға болады, немесе 2-3 бөліп салуға болады. Ішінде түйіршіктер қалмау керек. Ұнның көлемі бізде 130 грамм. Ұнның сапасына қарай 20-30 грамм плюс-минус болады. Жақсылап түйіршік қалдырмай араластырамыз. Венчикпен істесеңіз де болады, қолдан миксермен де істесеңіз болады. Міне біз сұйықтығымызды жақсылап езіп алдық. Оның ішінде ешқандай түйіршіктер жоқ, жұмыртқа толық езілген. Енді осымен блинчики пісіре береміз. Табамызды жақсылап тұрып қыздырып аламыз. Одан кейін егер сізде арнайы ыдыстар болса, осындай 60-70 миллиграмнан құясыз да тез арада сковородканы айналдырып жібересіздер. Мынандай құйылмаған жерлерін толықтырып жіберсеңіздер болады. Егер табаңыз қатты қызып кетсе, ортасы піспей қалады, сондықтан кішкене астын азайтсаңыз болады. Өзіңіз температурасын қалыпқа келтіріп, астын азайтып, көбейтіп тұрсаңыз болады оттың. Ақырында беті осылай тесіктер пайда болып, беті жабыспай кеуе бастаған кезде ақырын шетін аударамыз. Тез-тез жұмыс істейміз, әйтпесе блинчигіміз жыртылып кетуі мүмкін. Міне екінші осылай болып пісті. Енді осы процесті табамыз қызып тұрғанда тоқтамай қайталай береміз, тез-тез жұмыс істейміз. Одан кейін біздің блинчикті табадан түсіргеннен кейін лезде сразу сары май ортасына жағып тұрсаңыз, ол дәмді болады. Маргарин жақпаңыздар, маргариннің дәмі бұзылады. Сол себептен сары май кемінде 72% болу керек құрамында. Міне біздің блинчиктерді пісіріп алдық. Ол өте жұқа, қараңыздар. Жұп-жұқа, әдемі болып шығады. Көлемінде 10-12 дана шығады. Енді сіздерге бұның блинчиктердің столға түйудің әдістерін көрсетемін. Ең бірінші әдісі осылай 3 бұрышты қылып, қамырды 2 жағынан бүктейміз. Одан кейін шетінен алып, былай дөңгелетеміз. Бізде осындай әдемі рогаликидің несі шығады, формасы. Келесі әдісі шетін қайырамыз, гармошка істейміз. Енді осының шетінен былай дөңгелектеп роза жасаймыз. Роза бізде көйлегімен болады. Былай қоямыз да шетінен көйлегін істеп қоямыз. Бұларды начинкамен, начинкасы істесеңіз де болады. Және қарапайым әдістерін көрсетемін. Өздеріңіз біліп жүрген 3 бұрышты. Келесі әдіс 2-ге бүктейміз. Және осылай ғана бірін үстіне бірін қойып, осылай әдемі жасаймыз.
Міне құймақ пісті. Ол осылай селкілдеп тұрады, жыртылмайды, қатты емес, кеуіп кетпеген, өз формасын ұстап тұрады. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сау болыңыз.